Домино тобының құрамы тағы да өзгермекші. Осы жылдың мамыр айында сәбелі болған Шолпан өнерге қайта оралмақ. Шығармашылық адамы болғандықтан сахнаны сағынған әнші отбасылық өмірді де жұмысты да қатар алып жүремін дейді. Декретте болып біраз күш жинап алдым, демалдым. Енді жаңа идеялармен, шабытпен шығармашылығымды жалғастыруға дайынмын. Отбасылық өмірде де, шығармашылықта да бәріне үлгеріп жүрген әртістер көп. Сондықтан да мен де бәрін тындырып, барлық жағына үлгеремін деген ойдамын. Домино тобы баяғыдан бері трио болып келетін. Бұл жолы да осы бағыттан қайтпаймыз дейді топтың жетекшісі Закир Егембердиев. Ал топтың тағы бір аруы Моника болса, өз шығармашылығын жеке орындаушы ретінде жалғастырмақшы. По поводу сольного проекта я вижу. Мен Моникаға өте зор үміт артамын. Ол барлық тілдерде ән шырқай алады. Өзі жас әрі даусы да ерекше. Сондықтан болашақта өте табысты жоба болады деп сенемін. Қазір доминолықтар тынбай еңбек етуде. Жақында экранға шығатын отандық сериалға «С тобой чё» деп аталатын саундтрек жазып та үлгерген. Ал желтоқсан айынан бастап топ мүшелері гастрольдік сапарға шықпақшы.